Сәлем достар, бүгін біз сіздермен палау істейміз. Үй жағдайында тез әрі жеңіл. Етті майдалап турап осылай қуырып аламыз. 10-15 минут жақсылап қызғанша етті қуырып аламыз. Етті қуырып болғаннан кейін үстіне сәбіз саламыз. Біз бұл палауда пияз қосылмайды. Сәбіз салып, сәбізді жақсылап 10-15 минут қуырамыз. Яғни сәбіздің бетін жауып қойып қуырған кезде сәбіз қып-қызыл әдемі болып, сәбіз қаншалықты көп қуырылса, соншалықты өте дәмді болады. 15 минут сәбізімізді қуырамыз, одан кейін үстіне су құямыз. Яғни біз 2 кесе күріш салатын болсақ, онда сол кесемен 2,5 кесе су құямыз. Мен 2 кесе күрішке 2,5 кесе су құямын. Сөйтіп оны жарты сағатқа қайнатып қоямыз. Жарты сағатқа қайнап болғаннан кейін 2 кесе күрішімізді алып, жуып, тазалап, үстіне саламыз. Яғни жарты кесе су артығымен құйсаңыздар, күріштеріңіз әдемі болып піседі. Жуып, тазалап, күрішті салып, 15 минутқа қапағын жауып қоямыз. 15 минутта оның суы тартылады бетіндегі. Содан кейін суы күрішпен бірдей болған кезде бетіне салафан жауып, сыртынан қол сүрткі майлық дейді біз жақта, әр жерде түрлі салфетка сондай жауып 40 минутқа астын жай басып қоямыз. Менде мысалы 9 режим болса, мен оны 4 режиммен 40 минутқа қоямын. 40 минуттан кейін алып, күрішімізді шет-шетін ортасына қарай жинаймыз. Ортасын төңкеріп, бет жағын шет-шетін ортасына қарай жинап, ортасын тесіп, бір пиала су құйып қоямыз. Құйып, қайтып 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне біздің үй жағдайында жасалатын өте дәмді, қарапайым түрде қолданылатын күрішіміз, палауымыз дайын. Ас болсын. Біздің каналымызға жазылып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып, өз ойларыңызды айтыңыздар. Сіздерге рахмет.